Кешеден бері мынау бүкіл дүниежүзінің ірі медиалары жан таласып сұхбат алып жатыр. Қазірге дейін міне 4-ші медиаға сұхбат беріп тастадық. Ол кім десең, мынау Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы туралы жоғарғы комиссариатының комиссары Батчелеттің осы Қытайға сапары туралы болған өткенде, сол сапарынан қайтып келіп, бұл мен Қытайдағы, Шыңжаңдағы, яғни біз айтқандағы Шығыс Түркістандағы адамды құқықтың өрескен тапталуы туралы докладымды жариялаймын деген. Ол докладым кеше, міне бүгін Америка уақыты бойынша дәл қазір күндіз, кеше ол өзінің ең соңғы жұмыс күнінде кеште жұмыстан түсерінің алдында жариялады. Енді осы туралы маған міне бір апта бұрын Тайванның медиасы интервью алды, Американың медиалары алды, бүгін таңертең осыдан бірнеше сағат бұрын Германияның медиасы интервью алды, оның бәрі алда жарияланады. Мен сілтемесін салам, мен бір көзқарасымды ашық айттым. Біріккен ұлттар ұйымы Ресей мен Қытайдың қуыршақ ұйымына айналып қалды. Біріккен ұлттар ұйымы Ресей мен Қытайдың барлық шешімдерін қолдайтын, немесе Біріккен ұлттар ұйымындағы тұрақты 5 жораның екеуі Қытай мен Ресей болғандықтан, кез келген Ресейге және Қытайға қарсы дауыстарды дауысқа салған кезде олар бірден оған тойтарыс береді, немесе қалыс қалады. Сөйту арқылы Ресей мен Қытайдың мүддесі Біріккен ұлттар ұйымында ерекше көзделіп отыр. Бұл бір. Екіншісі, Қытай Африкадағы анау кедей елдерді бір мемлекет бір дауыс деген жоба бойынша кедей елдердің барлығын сатып алып қойған. Оны қарызға батырып қойған. Президенттеріне миллиондап, триллиондап доллар беріп отыр. Сөйтіп ол елдердің барлығы Біріккен ұлттар ұйымында Қытайды жақтап дауыс береді. Тіпті араб елдері, біз айтатын мұсылман бауыр елдерінің өзі Қытайдың жақтасы болып кетті. Шыңжаңда 3 миллионнан артық ұйғырды, 5 миллионда 700 мыңнан артық қазақты, 50 мың қырғызды қамап, геноцид жасап жатқан кезде 37 мұсылман мемлекеті Қытайды жақтап, Қытайдағы мұсылмандарға ешқандай геноцид жүріп жатқан жоқ, қамалған жоқ. Қытайдың компартиясы мұсылмандарға өте жақсы позицияда болып жатыр деп Біріккен ұлттар ұйымында дауыс бергенде, батыстық 22 мемлекеттің Қытайға қарсы дауыс беріп, Қытайдағы азшылық қауымдарға, яғни ондағы өзінің ата-бабасының ежелгі жерінде жасап жатқан ұйғырға, қазаққа, қырғызға жасалып жатқан зұлымдық туралы 22 батыс елінің қарсы дауыс бергенін білесіздер. Демек, Біріккен ұлттар ұйымында Қытайдың жақтастары, орыстың жақтастары қашанда саны көп болып отырды. Сондықтан да Біріккен ұлттар ұйымы Қытайға қарсы осы уақытқа дейін тиімді, ұтымды жұмыс жасай алған жоқ. Яғни Біріккен ұлттар ұйымы Орыс пен Қытайдың қуыршағы болды. Мен бүкіл көзқарасымды осығанға дейінгі барлық нәрселерді айтып, дәлелдеп, Біріккен ұлттар ұйымы және оның адамдық құқық ұйымының бұл қарекеттерін сынадым. Қазірдің өзінде медиаларда Біріккен ұлттар ұйымының сынаушылар бар, тіпті олардың осы мәселені жаңағы жазғандығы, көтергендігі Біріккен ұлттар ұйымының Қытайдан Шыңжаңында, яғни Шығыс Түркістанда ұйғырлар мен қазақтарға жасалып жатқан қиянат туралы мәселені ең соңында, жаңа Бачелеттің кететін кезінде ең соңғы қызмет күнінде жариялағанын өте қуанышпен айтып жатыр. Менің оған көзқарасым екі түрлі. Ең сұмдық көзқарас. Геноцид 16 жылдан басталды. Ұйғырларға 2009-дан басталды деуге болады. Ұйғырларға жасалған геноцидті 97 жылдан басталды деуге болады. Бұл бірінші геноцид. Екінші геноцид 2009 жылдан басталды. Осының бәрінде Біріккен ұлттар ұйымы үнсіз қалды. Ал қазақтарға геноцид 2016-2017-тен басталды. Біз сол кезде 2016-2017-тен біз осы Қытайдағы геноцид мәселесін көтердік. Осы Шыңжаңдағы мәселені бірінші геноцид деп атаған адам мына менмін, алдарыңызда тұрмын. Себеп біздің қолымызда бәленбай мың дәлел сол кезде жиналып болды. Біз түс көріп, немесе құмалақ ашып, бал ашып, карта ашып геноцид деген жоқпыз. Біздің қолымызға еңіреп жылап келген бәленбай мың қазақ Қытайда осы қамалып жатқан концлагердің, Шыңжаңда, Шығыс Түркістанда қазақты, ұйғырды, қырғызды, өзбекті қамап жатқан осы концлагердің геноцидтік сипаты туралы бізге дәлелдер келгеннен кейін бірінші болып осыны геноцид деп атаған адам менмін. Лекцияларымда тұр, 17 жылғы лекциямда тұр. Тіпті бірінші рет осыны Францияның Le Monde газеті жазды. Серікжан Біләшұлы бұны геноцид деп атайды деген мақала жарияланды.
Соның өзінде газет бұны өздері геноцид деп атай алмай, Серікжан Біләшұлы бұны геноцид деп атайды деді. Мен геноцид деп атағаннан кейін барып халықаралық медиада бұл геноцид деп атала бастады. Ең соңында президенттік сайламнан жеңіліп Трамптың командасы кететінен сәл бұрын Трамп геноцид деп атады. Содан сәл бұрын Майк Помпео геноцид деп атады. Майк Помпео геноцид деп атағаннан кейін бар басқалар біртіндеп геноцид деп атаймыз. Бірақ осы адамдар геноцид деп атаудан бұрын батыстық медиада бірінші бұны геноцид деп атаған адам мына менмін. Себебі қолымызда темірдей факт бар. Және ол біреу, екеу емес, мыңдаған факттер бар. Өлтірілген қазақтың мәйітіне дейін бермейді. Өлтірілген қазақтың мәйітін тапсырып берсе де ашқызбай көмдіреді. Қалың пластикпен орап сыртын кебіндейді. Мәйітті кебіндеген кезде кебін қалай болады? Бөлек. Ал ол мәйіт пластик қапқа салынып, кәдімгі ауыр пластик қапқа салынып, оның сырты кебінделіп алып кеп береді. Және айтады, біздің молдалар өзі кебіндеді, сондықтан сен кебіндемейсің, жумайсың, жаңағы мәйіт суын бермейсің, мұсылманның бол, біз жасап қойғанбыз, сен сөйтіп жерле деп әкеп береді. Ал осыдан ақ не білуге болады? Бұл жерде орган алынып жатыр. Жастардың бауыр бүйрегін алып жатыр. Ол жаңа жастардың бар, оның ештеңесі жоқ, бар болғаны оның бауыры, бүйрегі, денсаулық көрсеткіші бір қытайларға дұрыс келді, бітті, алып алды, қазақты өлтірді, сосын мәйітті әкеп беріп жатыр. Бұл геноцид. Енді осы туралы мен сыни пікірімді Біріккен ұлттар ұйымына, тіпті батыс елдеріне қарсы сыни пікірімді неге айтып отырмын? Медиаға неге қорықпай айтып отырмын? Айналайындар-ау, геноцид болғаны 2017-ден бергісін айтқанда. Арғысын айтсақ ары, жаңа айттым. Енді содан бері міне 2022-нің міне қыркүйегі басталып, тамыз аяқтаған кезде Біріккен ұлттар ұйымы аяқ астынан, ұйқысынан шошып оянып, деп жаңағы талып қалған адамның есін жиған сияқты болып, ойбай, о жақта сұмдық болып жатыр екен, қазақтар мен ұйғырларға сұмдық болып жатыр екен деп аяқ астынан аталмыш докладты жасауы, бұл Біріккен ұлттар ұйымының әлде қашан Қытайдың қуыршағы болып қалғандығын білдіреді. Міне, бұл жерде доклад жасалды. Бірақ қашан? 2022. Ал геноцид қашан жүріп жатыр? 16-17-ден басталды. Арысын айтсаң 2009, оның арысын айтсаң 1997 басталды. Ал бергі концлагер 16-17-ден басталды. Енді соған Біріккен ұлттар ұйымының мына адамдық құқық туралы жоғарғы комиссариятының комиссары Бачелет ханымның енді сол докладты қызметінен кететін соңғы күні жариялауы, ол жарияламайын десе бүкіл дүние жүзінен қорықты. Ол өзі бұрын президент болған бір Латын Америка елінде. Өзінің алда болашақта тағы үлкен саяси жоспарлары бар. Тағы бір Human Rights-тың бастығы бола ма, Біріккен ұлттар ұйымының тағы бір жұмысына бара ма, жоқ еліне қайтып президент бола ма, тағы бірдеңесі бар. Ол өзінің саяси амбициясын ойлады. Жарияламайын десе бүкіл дүние жүзін біз дәлел фактімен қамдап тастадық. Бүкіл дүние жүзінің адамдық құқық ұйымдары біз қамдаған дәлелді біліп отыр. Ал жариялайын десе Қытайдың ақшасы тәтті. Қытайдың кредиті тәтті. Қытайдың жасырын беретін сұраусыз, қайтарымсыз ақшасы тәтті. Міне, Біріккен ұлттар ұйымы Қытайдың қуыршағы болып отыр. Сондықтан сол өгізді де өлтірмей, арбаны да сындырмай, Қытайды да ренжітпей 5 жыл кешіктіріп, міне, 17 жылы басталған геноцидті 5 жыл кешіктіріп, қызметінен кететін күні жариялап отырған себебі сол. Батыста ренжімейді, ойбай, әйтеуір доклад жариялады ма, жариялады. Қытайда ренжімейді, істейтін істеп, қыратынын қырып, өлтіретін өлтіріп, шабатынын шауып болды. Қазір біз мына ұйғыр дейтін халықтың мәселесін айтып жатырмыз. Ішінде қазақ та бар. Мысалы, ұйғыр мәжбүрлі еңбек заңы Америкада айтылды, бірақ ол заңда да ұйғыр және басқа этникалық азшылықтар деді. Басқа мұсылман ұлттары деді. Қазақтың аты аталды. Енді осы жерде біздің айтатынымыз. Қытайдағы қазақты, аз қазақты босатты. Құдайға шүкір, ақырындап келіп жатыр. Бірақ консулдың алдында 500 күннен бері ереуіл өткізіп жатқан апаларымыз бар. Іні қарындастарымыз бар. Олар неге ереуіл өткізіп жатыр? Олардың балалары, туыстары, ағалары, күйеулері қамалып отыр. Міне,
Қазақстанда қаншама қазақтың Қытайда туыстары қамалып отыр. Бір үйден ағайынды 3-еуі қамалған. Келінмен қосқанда 4 адам қамалып, сотталып, 20 жыл кеткендер бар. Қарақат Әбдештің күйеуін, Астана тұрғыны Қарақат Әбдештің күйеуін соттайды 20 жыл. Қайнатасын соттайды 20 жыл. Екі қайнын соттайды 19 жыл, 20 жыл.